Сәлем достар, сіздермен бірге Дулат. Разбор жасамағалы көп болды, сіздермен қауышпаға, көріспегелі көп болды. Ал енді біздің бүгінгі ролигімізде мен сіздерге «Жаным неге мені қызғанасың» атты өлеңге разбор жасаймын. Ал енді разборды бастамас бұрын мен сіздерге орындап берейін. Неге мені жаным қызғанасың, осы үшін талай ренжіп қалғансың, тек сені сүйемін. Күйем жесем де саған деген өзгермейді көз қарасың. Неге мені жаным қызғанасың, осы үшін талай ренжіп қалғансың, тек сені сүйемін. Күйем жесем де саған деген өзгермейді көз қарасың. Міне көшеде отырмыз екеуміз, өтіп барады алдымнан бір сұлу қыз, бірақ оған қарамады. Сені қаладым, ал сен болсаң қарадың, тағы жыладың. Неге мені жаным қызғанасың, осы үшін талай ренжіп қалғансың, тек сені сүйемін. Күйемсем де саған деген өзгермейді көз қарасың. Ал енді разборымызды бастайық. Ең бірінші аккордтарға көшейік. Аккордтар бұнда оңай. Ең бірінші аккорд S, G, IM, енді F. Бар сіз түрін көрсетейін. S, G, IM, F. Енді F. Енді басуға тырысыңыз, F-ті басқашалап тартуға болмайды, біз барай. Енді бұндағы бой, бұл восьмерка. Сразу сіздерге көрсетіп кетейін. Астыға, 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 үстіге, үстіге, астыға, астыға, үстіге, астыға, үстіге. Енді осылай. Бұны тағы ең басында біздер жай аккордтар бір ұрып ойнаймыз. Неге мені жаным қызғанасың, осы үшін талай ренжіп қалғансың, тек сені сүйемін. Күйемсем де саған деген өзгермейді көз қарасың. Неге мені жаным қызғанасың, осы үшін талай ренжіп қалғансың, тек сені сүйемін. Күйемсем де саған деген өзгермейді көз қарасың. Осылай. Ал енді осы разбор сіздерге қатты көмегін тигізсе, каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басыңыздар. Ал сіздермен бірге болған Дулат, бәріне